Армысыздар, біз бүгін жалпы ұлттық кітап оқитын ұлт жобасы жайында әңгіме өрбітпекпіз. Студиямыздың қонағы Надежда Данербекқызы, қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет көп. Жалпы осы жоба жайында айтып берсеңіз, мақсаты қандай, қазіргі қатысушылардың саны қандай? Кітап оқитын ұлт біздің Қостанай өңірімізде қыркүйек айынан бастап іске асып жатыр. Қазіргі таңда жоспар бойынша бізде барлық ережеге сай 15 кітапты оқу негізгі талаптардың бірі болып табылады. Жалпы жоба 6 бағытты қамтиды. Себептен емес, кітап оқитын ұлт деп айтпақшы. 6 бағыттың ішінде мектеп оқушылары, мектеп мұғалімдері, онымен қоса колледждің және жоғары оқу орындарының мұғалімдері, ата-аналар, мемлекеттік қызметшілер және де студент пен колледж бен жоғары оқу орындарының студенттері кіреді. Яғни осы 6 бағытты қамти отырып, жоба менеджерлері осы бойынша қазір біз жұмыс жасап жатырмыз. Жалпы жобаның негізгі мақсаты, миссиясы біздің өңірімізде кітап оқитын ұлтты, яғни дамыту болып табылады. Саналы, өз ойын анық жеткізе алатын, өз ойын сараптай алатын, талдай алатын. Себебі қазіргі таңда 21 ғасырдың әр азаматы өте көп ақпаратты қабылдаймыз күнделікті. Соның өзінде бірақ оны сараптауға, талдауға уақытымыз жетпейді. Сол себепті дәл осындай біздің өңірімізде болып жатқан кітап оқитын ұлт сияқты жобалар осы ұлттың дамуына өз үлесін қосады деген ойдамыз. Бұл біздің негізгі миссиямыз болып табылады. Осы уақыт аралығында әрине өте көптеген жұмыстар атқарылды. Жоба менеджерлері ең алдымен біз тамыз айының жаз кезінен бастап барлық ұйымдастырушылық мәселелерді, барлық атқарылатын жауапкершілігіміз туралы нақты түсіндіріліп, жеткізілген болатын. Республикалық офис кеңестің жетекшісі біздің Аян мырза, ол кісімен әрқашанда байланыста отырып, барлық сұрақтардың, мектептердің, жалпы барлық қатысушылардың сұрақтарына осы уақытқа дейін жауап беріп отырмыз. Қазіргі таңда осы соңғы көрсеткіштер бойынша біздің жобаға жалпы 50.012 сайтта, ресми сайт бар, орналастырылған. Сол сайтта жұмысқа қазіргі таңда сайтта 50.012 адам тіркелген, яғни кітап оқуға әуестігін білдіріп, осы жобаға қатысу арқылы конкурсқа қатысамын деп ниет білдіріп жатқан адамдардың саны. Жаңа айта кеттіңіз, 12-15 әдебиет тізімі бар деп, бұл жалпы қалай іріктелді бұл әдебиеттің тізімі? Жалпы жобаның бастапқы кезеңінде, яғни ұйымдастырушылық кезеңінде жаңа республикалық эксперттік кеңес құрылды. Барлық кітаптарды 15 кітап іріктеліп, бұл жерде жаңағы 6 бағыт бойынша олардың жас ерекшеліктеріне сай, өйткені 6 мен 10 сыныптың оқушыларына арналған кітаптар болғандықтан 6 және 7 сыныптың оқушылары белгілі бір айырмашылығы жоқ сияқты, жас ерекшелігі бір жас. Бірақ соған қарамастан олардың кітаптарының өздерінде ерекшеліктер бар. Яғни мысалы 6 сыныптың оқушысы менің атым Қожа кітабын оқыса, Бердібек Соқпақбаевтың, ал 7 сыныпта мысалы ол кітап оқымайды. Яғни ол жерде кішкене психологиясы жағынан, жас ерекшелігіне сай басқа кітаптар қарастырылған. Бұл дәл солай мемлекеттік қызметшілерде жаңа қатысады біздің жобаға. Бұл да психологиялық кітаптар кірген. Яғни барлық 15 кітап арнайы эксперттік кеңес құрылып, осы ұлттың қамын ойлайтын әрбір адамның психологиясын, жас ерекшелігін ескере отырып, кітаптар тізімі құрылған болатын. Басында өте көптеген сұрақтар туындады. Кітаптарды қайдан іздейміз, қалай табамыз деген сияқты. Бірақ осы сұрақтар болады-ау деген сұрақтардың барлығын жаз айында біз жоба менеджерлері республикамен бірге жұмыс атқару барысында барлық кітаптардың кітапханаларда қандай кітаптар бар, біз соны біліп алдық. Және де жоқ кітаптарды электронды түрде немесе аудио форматында біз барлығын дайындап, арнайы ссылкаға салып қолжетімді еттік. Демек, әрбір қатысушының жаңағы 15 кітаптың тізіміне өзінің жас ерекшелігіне сай барлық кітабы өзінің қолында бар. Иә, дұрыс айтасыз. Тамаша. Кітап оқитын ұлт деген жалпы әдемі естілетін ұран, бірақ шын мәнінде кітап оқитын ұлт болу үшін не өзгеру керек? Қоғам, жүйе, сана? Менің ойымша екеуі де өзгеру керек. Жүйе де, сапа да, сана да өзгеру керек. Өйткені олар бір-бірімен өте бірізділігі бар және бір-бірімен байланысты. Жүйе болмаса, сана да қалыптаспайды. Сондықтан да екеуі бір-бірін алмастырып отырып, бір-біріне қолжетімді болғандықтан, сана биігіне жету деп айтады ғой, оны жету үшін бізге жүйе керек.
ол жүйені орнату үшін мысалы осындай жобалар арқылы біз ұйымдастырушылық жағынан бастап бір жүйеге келіп барлық сұрақтарды талдап олардың жауаптарын дайындап белгілі бір жаңағы керекті құрал саймандарға дейін барлығын жүйелі бірізді етіп қана біз ақпаратты ұсындық. Ол біздің жаңағы оқитын ұлтты дамыту үшін, сананы толықтыру үшін ең маңызды көрсеткіштердің болып табылады. Сондықтан да ал сананы қалыптастыру үшін ол сапалы кітаптарды оқу керек, бірізді болу керек, логикалық байланыс болу керек. Сондықтан да бұл екеуі де біз үшін маңызды. Тамаша. Бүгінгі таңда ақпараттың ағыны өте үлкен, адамдар ақпаратты көп тұтынады, дегенмен аз ойланады деген пікір бар. Сіздің ойыңыз қалай? Жалпы осы кітап оқу осы түсінікті тұжырымды бұза ала ма? Әрине толықтай келісемін. 21 ғасыр расымен де ақпараттық құралдарды өте қатты қолдану, оның үстіне қазір мектептерде жалпы білім саласында жасанды интеллект түсінігі қалыптасқандықтан, бұл салаға жақын болғандықтан мен өте көп ақпаратты қабылдаймыз, бірақ оны саралауға бізде уақыт жетпейді. Бұл ең біздің бастапқы қателіктеріміздің бірі, немесе бір қолжетімсіздік, бір минус деп айтуға да болады. Себебі ақпаратты қабылдай алу үшін, оны саралау үшін, талдау үшін, оны қорытындылау үшін жаңағы біздің сана түйсігіміз жоғары болу керек. Ол үшін де әрине кітап оқу керек. Сондықтан да осы біздің кітап оқитын ұлт жобаның негізгі мақсаты да сол, біз саналы ұрпақ тәрбиелеу, яғни оқыған кітабы арқылы қандай құндылық алды, ол жерде не туралы жазылған, яғни ол саралау, анализ жасау түсінігі арқылы алынған ақпаратты жалпы интернетте болсын, оқыған жаңағы дәптерінде болсын, кітабында болсын, мектептегі жай қарапайым бұрышта жазылып тұрған ақпаратты қабылдай білу үшін оны саралай алу керек. Сондықтан да осы кітапты оқу маңызды болып табылады. Айта кеттік, жаңа ақпараттың ағыны үлкен, кітаптары бар, оқу құралдары бар, ғаламтордан оқиды, интернеттен оқиды, жаңағы бұрыштамаларыңыз бар, өзге де ақпарат көп. Дегенмен осының арасында кітап оқуға сіз биігірек мән беріп тұрсыз. Дегенмен жаңағы интернеттен алған ақпаратты саралаудан гөрі кітаптан алған ақпаратты саралау қаншалықты, қайсының өресі биігірек? Екеуі де маңызды, шынымды айтсам, өйткені кейбір кітаптар қазір қолжетімділігі соншалықты, оларды электронды түрде оқуға болады, өте көптеген жаңағы арнайы планшеттер бар, арнайы электронды нұсқалары бар. Онымен қоса қазір кейбір адамдар көзбен көріп ақпаратты қабылдаса, кейбір адамдар құлаққа есту арқылы, яғни аудио кітаптар тыңдағанды мысалы жақсы көреді. Ол күнделікті өмірде әртүрлі форматта қолданылады. Сондықтан да бұл жерде біз басты қоятын акцентіміз ол кітап оқу. Және де біз білеміз, жаңағы республикалық сараптамалық топтың таңдаған кітаптары біздің оқушыларымыздың, педагогтердің, мемлекеттік қызметшілер мен ата-аналардың барлығында белгілі бір ой қалыптастырады деген ойдамыз. Яғни кітап оқу ол расымен де қазіргі толып жатқан толассыз хаттар мен ақпараттардың көлемінде өзіне тек керектіні ғана алып, оны саралап, сосын өмірінде қолдана білу. Бұл ең маңызды көрсеткіштің бірі. Және де әрине бізге сандық көрсеткіштер де маңызды. Мысалы, жаңа айтып отырмын ғой, 50.012 оқырман біздің арнайы сайтқа тіркелді. Бірақ сол 50.012-нің ішінде бәрі кітап оқи ма деген сұрақ туындайды. Біз оны түсініп отырмыз. Егер де осындай сандық көрсеткіштің ішінен біз сапалы көрсеткішті көрсек, енді оны қазір нақты айта алмаймын, бірақ сәуір айында болатын қорытынды жаңағы кеште қорытындылаған кезінде, біз осы жобаны аяқтайтын кезінде біз көре боламыз, қаншалықты біздің жасап жатқан жұмысымыз нәтижелі болғанын біз көре аламыз. Бірақ менің түсінігім бойынша біз әрине кейбір кездерде бір әлсіздік танытқан кездеріміз болды, сұрақтарға жауап бере алмаған, немесе өте көп деген сұрақтар келді. Мен өзімнің мысалы WhatsApp чатыма күніне бір 500-700 мыңнан күнде былай толассыз хаттар келеді. Сонда ойлайтын, қайда, не болып кетті деген сияқты сұрақтар туындады әрине. Бірақ мен ойлаймын, осы 50.000 адамның ішінен бір 50 адам да кітап оқыса, бұл біз үшін үлкен сауапты іс деп ойлаймын. Үлкен абырой болып табылады біздің өңірімізге. Бірақ 50-ден көп деп ойлаймыз. Енді қазіргі таңда қызығып жатқан, жалпы сұрақ қойып жатқан, онымен қоса сайтқа тіркелгенмен қосып оқыған кітаптар бойынша пікір жазу керек. Қазіргі таңда 200 мыңға жуық пікір қалдырылған сайтқа. Бұл таңертеңгі көрсеткіштерге сай. Бұл да белгілі бір кітап оқуға деген қызығушылықты білдіреді деген ойдамын.
Жалпы сіздер бұл жобаны қалай қорытындылайсыздар? Яғни жаңағы кітапты бердіңіздер, 15 кітапты оқып шықтық, ары қарай не істейміз? Өте жақсы сұрақ. Қазіргі таңда қыркүйек айынан ақпан айына дейін, яғни бізде жоспар бар. Кітап оқу керек болады, 15 кітапты оқу. Одан кейін әрине біз қазір республикалық кеңес, өзіміздің жаңағы жоба кеңсесі бар, сонымен ақылдаса отырып, арнайы күндерді белгіледік. Яғни осы оқыған кітап бойынша бізде енді конкурс өткізіледі. 6 бағыт бойынша олардың форматтары әртүрлі. Оқушылар эссе жазады, тест форматында тексеретін боламыз, қаншалықты кітапты сапалы оқыды. Мұғалімдер квиз форматы, викториналық сұрақтарға жауап беру керек, студенттер дебат форматында ойын ойнайды. Мемлекеттік қызметшілер дәл солай тест форматында олардың оқыған осы 15 кітап бойынша қаншалықты құндылықтары бар, олар не түсінді, кейіпкерлер кім деген сияқты сұрақтар қою арқылы біз нәтижені талдайтын боламыз. Ал ең соңында, яғни іріктеу кезеңдері болады, мектепшілік кезең, аудандық қалалық кезең, және де ең соңғы іріктеу кезеңінің соңы ол облыстық кезең болып табылады. Яғни облыстық кезеңге өтіп жүлделі орындарға ие болған жаңағы қатысушыларымызға сыйақылар бар. Бірінші орынға 1 миллион теңге, екінші орынға 600 мың теңге, және үшінші орынға 400 мың теңге ақшалай сыйақылар күтіп тұр бізді. Қатысушыларымызды. Жаңа айтып кеттіңіз, көптеген бағыттар бар деп, соның ішінде қателеспесек, кітап оқитын әулет деген бағыт бар. Осы бағыт жайында айтып кетсеңіз, бұл қалай жалпы жүзеге асырылады, дегенмен қанша әулет бар қазір Қостанай облысында кітап оқитын? Әулет бағытына бізде жауап беретін Абылай Фазылханұлы біздің менеджер. Оқитын әулет бағыты бойынша қазір белсенді жұмыс жасап жатыр. Қазіргі таңда 100-ге жуық әулет, яғни бір отбасы әулеттің ішінде 3 поколение дейді ғой, болу керек, ұрпақ болу керек. Ата әжесі, мама папасы және оқушы болу керек міндетті түрде. Олардың оқитын кітаптар 15 кітап дәл солай пікір жазу керек. Ең соңында аудандық кезеңді, мектеп аудандық кезең және облыстық кезеңге өткен кезінде викториналық сұрақтар, ашық сұрақтар қойылады. Яғни отбасы болып оқыған кітаптарының құндылықтарын біз көретін боламыз сол жерден. Онымен қоса жаңағы әулет бағытындағы бізде Қостанай қаласындағы, жалпы осы Қостанай облысындағы Арқалық, Қостанай қаласы, Жангелдин аудандарында өте белсенді біздің қатысушыларымыз бар. Оларды атап кеткен жөн. Жалпы менің ойымша оқитын әулет бағыты бұл өте маңызды. Өйткені ұлтты дамыту үшін ол әрине бәрі отбасыдан басталады. Үйде кішкентай бала нені көріп өседі, ол соны ары қарай дәріптейтін болады. Менің ойымша, жалпы егер үйде кітап сөресі бар болса, онда ойы жалпы бай деп ойлаймыз ол отбасының. Өйткені кітап ол құндылық. Сондықтан да ал оны көріп өскен бала кітапқа да әуес болады, ойын да саралай алады, жалпы ақпаратты да түсінікті жеткізе алады деген ойдамыз. Сондықтан да әулет бағыты бұл ең біздің басымдықтардың бірі болып табылады осы жобада. Жаңа айтып кеттіңіз, жалпы үйде кітап сөресі болған дұрыс, баланың кішкентай кезінен көз алдында оқымаса да жалпы жаңаға сөреде кітап тұрған абзал. Дегенмен қазіргі таңның ащы шындығы, біздің балалар кітап оқымайды. Негізі көп күнәнің барлығын ұялы телефонға артып жатамыз. Баланы сол ұялы телефоннан бетін бері қаратып, кітапқа қалай ден қоюға үйретеміз. Негізі көп жағдайда расменде біз қазір осы жасанды интеллект немесе интернет, жалпы телефон, ақпараттық неше түрлі құралдарды кінәлаймыз. Негізінде мәселе ода емес, мәселе сол отбасылардың белгілі бір құндылықтардың жетіспеушілігімен немесе белгілі бір ақпараттың саралай алмаудығынан деп ойлаймыз. Әр бала жаңа өйткені эмоционалды жетілген тұлға болса, ол міндетті түрде қызығушылығы жоғары болады. Яғни бұл жерде мәселе телефонда емес, мәселе оны ақпаратты жеткізуде. Біздің мектептің оқушылары да мысалы үйде кішкентай балалар бар, оларды көріп өскенде егерде эмоциямен жаңағы бір оқыған кітапты жеткізсек, ол телефонды өзі тастап, сол кітапқа әуес болады. Сондықтан да біреуді кінәлау оңай негізі, бірақ күніне бір 20 минут уақытта кітап оқуға бөлсе, бір 20 бетте емес 20 минут уақыт қойып қойса, соған кітап оқуға бір әуестенді жеткізсек, онда оның нәтижесін біз міндетті түрде көретін боламыз. Бұл тез болатын үрдіс емес, бұл уақытымен,
сараптаумен келетін нәрсе жүйелі түрде келеді. Иә, сондықтан да оған тек уақыт керек және күш қуат керек. Әр ата-ананың өзінің бір құндылығын осы мен балама бергім келеді деген ой болса, онда телефонға әуес болмайды, ол керісінше жаңағы кітап сөрелеріне қызығатын болады, кітапқа қызығатын болады. Біздің ойымыз сондай. Мысалы, кітап оқитын ұлт деп айтып жатырмыз, демек ол кітап оқи алатын бала болу керек, ол мектеп оқушысы болу керек. Ал мектептегі әдебиеттер, қазіргі негізгі оқып жатқан кітаптары баланы өзіне баурай ала ма? Олар өзін жаңағы берілген мектептегі оқып жатқан бағдарлама баланы өзіне оқырман ете ала ма? Негізі жалпы барлық қызығушылықтан басталады. Егер алдына келген 30 баланың мұғалім қызықтыра алса, кейіпкерлерін таныта алса, өйткені әр оқушы ол тұлға болып табылады алдына келген. Сондықтан да бұл жерде ең маңыздысы қалай жеткізуші тараптан. Егер мұғалім расымен де жаңағы ақпаратты жеткізуге талпынса, қызықтырса, осы жаңағы бір шығарманың, мысалы Мұхтар Әуезовтің Абай жолындағы Абайдың 13 жастағы тұлға ретінде қалыптасып, 13 жастағы құндылықтарын жеткізе білсе, оқушы міндетті түрде оған қызығатын болады. Сондықтан да бұл жерде сен кітап оқы деп міндеттемеуіміз керек. Бірге оқиық және бірге зерттейік, ол қандай болды, ол қандай кейіпкер болды, бірге салыстырайық деп айтса, міндетті түрде баланың бойында қызығушылық болады деген ойдамын. Біз өте көп практикада соны қолданамыз. Мен мектепте жұмыс жасағандықтан оны көремін, білемін. Яғни бала сол кейіпкерді өзімен салыстыра білу керек. Сонда ғана ол түсіне алады. Ол кейіпкердің жанын, оның жалпы сол кездегі болған өмірін. Сондықтан да форматты өзгерту керек бізге. Қазір бұрынғыдай оқы деп айта алмаймыз. Біз тек балаға сезіндіруіміз керек. Сол себепті бұл бәрі негізі бір-бірімен байланысты, психологиямен де байланысты, педагогикамен де байланысты. Өйткені қазіргі таңда балаларға эмоция жетіспейді, ал оны эмоционалды жетілген тұлға кітапқа да қызығушылығы болады, адамдармен араласуға да қызығушылық болады. Өйткені біз қазір ұрпақтарды бөліп тастадық, зумерлер деп бөлдік, миллениал деп бөліп тастадық. Оның бәрі бекерден емес, ол жаңағы психологиямен байланысты, эмоцияның жетіспеушілігінен. Дәл осындай жобалар біз мектептермен, білім басқармасымен, білім бөлімдерімен жұмыс жасағандықтан әр мектепке ұсыныстар берді. Қалай жұмыс жасау керек, кім жұмыс жасау керек, неге мән беру керек деген. Егер осы ұсыныстарды жүйелі қалыптастырса, бұл кітап оқитын, ол тек қана сәуір айына дейін емес, бұл расымен де өте жоғары деңгейде болатын, ұзақ мерзімге жететін жоба болып табылады сонда. Сондықтан да біздің ұсыныстарды қабылдай алса, онда біз нәтижесін көреміз деген ойдамын. Жалпы кітап адамның көзқарасына, құндылығына, өзге де дүниетанымына әсер етеді деп жаңа бір сөзіңізде айта кеттіңіз. Өзіңізде осындай құндылықтарыңызға, көзқарасыңызға әсер еткен кітап бар ма? Бар. Мен жалпы өзім психологияға өте жақынмын. Мен екінші мамандығым бойынша педагог-психологпын. Сондықтан да адамды зерттеу, белгілі бір тұлға болып қалыптасу үшін, өзіңе сенімді болу үшін кітап оқу әрине бұл ең бастапқы басымдықтардың бірі менің өмірімде. Қазіргі таңда әрине өте көп ақпараттың көбіне байланысты. Бұрынғыдай бір сағаттап кітап оқуға уақыт болмайды. Оны мен өзім түсінемін, оны мен және оны қабылдаймын. Бірақ жаңағы мен айтып кеткенде 20 минут уақытымды телефонды алып тастаймын, таймер қойып қоямын міндетті түрде, 20 минут уақытымды кітап оқуға бөлемін. Соңғы оқыған кітабым осы Мәрзия Бекайдар деген бар, діни кітаптар. Оның ішінде бірақ психологияға жақын, яғни әйел адамның тұлға болып қалыптасуындағы рөлі қандай, не себепті біз жалпы өзіміздің құндылықтарымызды білу үшін жауапкершілік тақырыбында, баланы тәрбиелеу тақырыбында, жалпы қоғамға өзіміздің пайдамызды тигізу үшін не істеуіміз керек деген сұраққа жауапты осы кітаптан алып жатырмын қазір. Бұл психологиялық кітап, сондықтан да осындай кітаптарды оқуға кеңес берер едім, кім қызығады психологияға. Жалпы кітап оқуға әуес бұрыннан менде бар. Мектеп жасынан бастап біз мектеп қабырғасында отырып Абай жолынан бастадық. Сонда мен әлі есімде, бізге тек қана оқы дейтін. Біз осындай кітапханаға баратынбыз. Ол кезде оқисың ба, сен қызығушылығың бар ма, давай оқиықшы деп ешкім айтқан жоқ. Ол жерде талап, тәртіп болды. Қазіргі таңда әрине балалар басқа, көзқарас басқа болу керек, қызығушылықтар кішкене басқашалау, бұл құндылықтар өйткені басқа болғандықтан кішкене форматты да өзгерту керек деп ойлаймын. Сондықтан да өзім мектепте әдістемелік жұмыста мұғалімдермен тікелей жұмыс жасағандықтан осындай да біз ұсыныстар береміз. Міндетті түрде балалардың
жас ерекшелігін ескеру керек, бұл міндетті түрде. Жақсы. Жаңа айтып кеттіңіз, кітап оқитын ұлт жобасы осы сәуір айында бұйыртса аяқталады. Жалпы бұл жобаның сәтті аяқталғанын біз немен өлшейміз? Статистика бола ма? Қандай өлшемі болады бұның? Сәтті аяқталғанын, мысалы, жаңа айтып кеткендей 6 бағыт бар дедік, иә. Соның ішінде мұғалімдер бағытын айтып кетсем, біз мұғалімдер әр 5 жыл сайын, мысалы, олар аттестациядан өтеді. Бұл үздіксіз дамудың, кәсіби өсудің бір негізгі басымдықтарының бірі болып табылады. Және осы кітап оқитын ұлт жобасына қатысқан мұғалімдер, жаңа айтып кеткім келеді, олардың аттестациясына жарамды болады. Бұл білім басқармасымен және әдістемелік орталықпен бірлескен шешім болып табылады. Бұлар бізді қолдады бірден. Сондықтан да бұл 5 жылдың көлемінде бұл әрі қарай да біздің жобамыз жалғасатын болса, біздің өңірімізде міндетті түрде мұғалімдердің дамуына, кітап оқуға әуестігін, онымен қоса үздіксіз дамуына, өз үлесін қосуына үлкен мүмкіндіктің бірі болып табылады. Ал егер мұғалім оқыса, ақпаратты саралай алса, талдай алса, оны өзінің алдында отырған 25-30 оқушыға жеткізсе, міне сонда біз кітап оқитын ұлтты дамытамыз. Ал сәуір айында біз міндетті түрде жаңағы іріктеу кезеңдері аяқталғаннан кейін барлық нәтижелерін көретін боламыз. Бұйырса, міндетті түрде жаңағы әр 6 бағыт бойынша біз жеңімпаздарды анықтайтын боламыз. Надежда Данербекқызы, біз сізге осы жобаны, ұлттық жобаны сәтті аяқтауға тілектеспіз. Бүгін келіп осы жобаның қыр-сыры жайында сыр шертіп әңгіме тарқатқаныңызға рахмет. Сізге сәттілік. Көп рахмет, сізге сәттілік.